Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ежелгі қалалар. Оқу мақсаты: түрлі дерек көздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен ескерткіштерді сипаттау. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, әдеппенен бас иіп, сәлем бердік біз. Бүгінгі күн терезеден бізге күліп тұр қарап, сондай жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Балалар, бүгінгі сабағымыздағы жұмыс ережесі: сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысамыз. Бір-бірін бағалау. Балалар, дәл экранда көрсетіп тұрғандай, бірінші өте жақсы, орташа смайликтер арқылы бір-бірімізді бағалаймыз. Кіріспе тапсырма: уақыт өткен заманнан басталып, бүгінгі күнмен жалғасады да келешекке ұштасады. Бұл жердегі дескриптор сұрақтарға жауап береді. Жібек жолындағы қалалар. Ұлы жібек жолы Қытайдан бастау алады. Суреттерге мұқият қарайық, балалар. Керуен алдарындағы суретте көрсетіліп тұр. Жібек жолының валютасы жібек. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші ғасырдың ортасында осы жолмен алғаш рет Қытайдан батыс елдеріне қарай көп көлемде жібек артқан керуендер шыққан. Сол кезден бастап тауар жібек болған. Жібек саудада алтын мен құны бірдей халықаралық валюта рөлін атқарған. Жібек матасы және оған салынған суреттер. Жібек жолының тауарлары: хош иісті заттар, мускат, кілем, піл сүйегі, түрлі маталар, көкөністер, кашемир терілер, қару-жарақтар, бояу, минералдық шикізаттар, алмаз, алтын және күміс бұйымдар, аң, түрлі жеміс-жидектер. Шығыс халықтарының парсы жұртының кілемдері де ұлы жібек жолымен әлемге кең тараған екен. Шығыс жұртының тәттілері мен жеміс-жидектері, көкөністері, дәмдеуіштері батыс жұртының жүрегін жаулап алды. Ұлы жібек жолында сонымен қатар сатылған осы бау-бақша өнімдері. Ежелгі қалаға назар аударайық, балалар. Бұл жерде ең бастысы қаланың сырты биік, қабырғалары көріп тұрғандай қамалдар болған. Оның ішінде атақты адамдардың үйлері болған, қамал, шығыс базары, шеберханалар болған. Енді балалар, сендерге алдарыңа жұмыс беріледі. Бұл жерде дескриптор ежелгі қала мен қазіргі қаланы салыстыру. Басты назарда қараймыз, міне суретте оң жағында қазіргі қала, сол жағында ежелгі қала. Бұл жерде сендер қандай айырмашылықтар көріп тұрсыңдар? Қалалардың бір-бірімен айырмашылығын, ұқсастығын Вен диаграммасы арқылы жазайық. Ал енді балалар, шаршаған болсаңдар, бізде қазір сергіту сәті. Енді кезекте балалар, үй тапсырмасы. Ермексаздан ыдыс, аяқтар, қару-жарақтар, асыл-тасты бұйымдарды жасайды. Ежелгі қала туралы қысқаша мәліметтер айтады. Көне заттардан көрме жасайды. Енді балалар, қараңдар, созақ саудагерлері. Суретте бейнеленген мұқият қараймыз. Тараз шеберлері. Суретке қарайық. Құлан зергерлері. Отырар ұсталары.
базар өмірі. Базар өмірінен кішкене ғана сурет берілген. Келесі балалар, бүгінгі сабақты қалай түсіндіңдер сендер? Табыс сатысы арқылы мен білемін, мен түсінемін, мен жасай аламын. Үйге тапсырма 60-62 бетті оқып, түсінік айтып келу. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет балалар. Сау саламатта болыңдар.